Қайырлы күн, менің гүлсүйгіш достарым, YouTube каналының көрермендері. Мен бүгін женское счастье спати фильмінде фитильный поливке қойғам, соны қазір үлкен горшокке отырғызайын деп жатырмын. Қазір көрсетейін, міне мынандай болып кетті. Міне тамыры көп байланып, еще астынан шығып кетті. Міне мынандай одноразовый стаканға отырғызғам фитильный поливке. Енді мынаны алып тастап, қазір соны егейін деп жатырмын үлкен ыдысқа. Мыналары совсем өсіп кетті. Ой, қазір құрғымен сироп құйын. Мынау фитильге еккен дұрыс сияқты, меніңше тамырлары жақсы алған. Прямо тамыры күшті алған. Жатса қалып қой, істейтін болар енді. Ананың өзінде тамыр жетіп, мынау капрон жүк қой. Соның бойына дейін тамыр етіп кеткен, енді алып тастасам екен, алмай солай тұрайын, ладно, тұра берсін. Теперь соны кішкене үлкен көшөпке отырғызайын деп жатырмын. Так, менің ішем бітіп кетті, прям капрон жүкпен бірге. Мындай ұстау керек. Батып тұрсын, батпайтыны жоғары шығып тұрар. Ай-ай, енді олар кешкене. Енді астынан су аққанша суың керек, потому что жаңағы фитиль су болып астынан суды тарту керек. Мынау қазір астынан ағады су. Так, мынау кокосовый субстратпенен жайлап ағылып уже су. Кокосовый субстрат, сосын для цветочных грунт, соны пайдаланып жатырмын. Енді ары қарай наблюдать етейік, потому что кішкентай стаканда отырып тамыр толып кетті. Тамыр толып кетті. Көрініп жатқан болар сіздерге су ағып жатырғаны. Даусы да естіліп. Так.